Бүгін бізде лагман дайындайын деп жатырмыз. Лагманның осындай қамырын үйлеп аламыз. Бірінші осындай ұнға 2 жұмыртқа саламыз. Жаңа біреуін салып қойғам. 2 жұмыртқаны саламыз. Сосын тұзды су соменен үйлеп аламыз. Қатты жұмсақ та болмау керек, қатты да болмау керек, орташа болу керек. Мен үйге 4 адамға істей жақпын, сонысын кішкентай 2 зола істеймін. Осының қамырымызды үйлеп, үйлеуін қандырып жақсылап, сосын 2 золаға золап қоямыз. Сосын тындырамыз бұны. Жұмыртқа салғаннан кейін қамыр езіліп кетпейді. Пакетке салып, кішкене осындай. Сәл осында үлкендірек болып жайып. Сопағына осылай ұзынына кесіп аламыз. Осылай. Осындай доңғалақ қылып аламыз. Осы доңғалағына осылай созып алып, кейіннен майға осы басып аламыз. Осылай. И кейіннен айландырып қоямыз осылай. Өсетіп бойында алып тұру керек, кейіннен созғанда өте оңай созылады. Қалғандарында дәл солай жалғастырамыз. Осылай істеп аламыз да. Бұнда доңғалақ шәкілде болады. Осы майға былғап аламыз, осылай араластырып. Қайттан мындай айландырып қоя береміз. Осы анеден қамырымызды алып, бір қалыпты ұзындай қылып шығамыз. Ұзын қылып сөйтіп. Мына ірі ғой, міне, например. Соны бүйтсем, бір қалыпты шығайды. Осындай алып, кішкене жерге ұрып, тағы беріп қоямыз. Бәрібір қайттан тағы созылады анау қамырымыз. Майға әбден бойын алып тұрғаннан кейін бетіңізді ұш кете береді. Анда ұшып беттер болса, қолмен бөсілай бөсетпейті жібереміз, ұшып беттерін. Сосын қайттан бұлай. Осындай бұрыштарын ұстап, осылайынша. Сәл бұлайды бетіп аламыз. Ол қайттан тағы созылады, осылай қоя береміз. Пакетімізді ашып қоямыз. Қайыздап кетеді. Мында өзім созып қойған бағана майлап қайнап. Сол ұзын глаз сөйтіп, өзі мынау осылай тастай бересің. Осы қайнаған суға түскеннен кейін өзі ажыратылады. Көрдіңіз бе? Міне. Лағман ең оңай созылады осы. Көрдіңіз бе, достар? Жіп-жіңішке. Әдейім болады. Көрдіңіз бе, достар? Жіп-жіңішке әдейім болып шығады. Осылай ұзынға тастай бересіз. Қамырымыз осылай әп келеміз. Осылай саламыз. Сосын сүзгішімізбен бетіп ажыратып жібереміз. Өзі ажыралып кетеді мынау. Көрдіңіз бе, достар? Бетіп ажыратып жібереміз. Көрдіңіз бе? Сосын азғантай қайнайды. Өзі қалқып шығады қайнаған кезде. Көрдіңіз бе, достар?
мындай пышатын. Өзі қайнайды сосын. Піскен кезде сүзіп аламыз. Лағманымыз пісті. Соны осылай жақсылап сүзіп алып, мұздай суға саламыз. Мұздай суға салғанда, іртік-іртік болып кетпейді. Сосын қайттан мұздай судан 1-2 минут тұрғаннан кейін қайттан сүзіп аламыз. Мұны қайттан лағман салып жатырмын. Бағанағыдай көрсеткендей бүйтіп ажыратып жібереміз. Сонда тез піседі. Жабысып қалмайды. Қайнаған суға түскеннен тек сразу ажыратып жібересіңдер. Көрдіңдер ме, достар? Өздері ажыралады, майда тұрғаннан кейін. Көрдің бе, достар, ажыралды. Енді өзі бір қалыпта түсіп қайып пісе береді. Енді біз мұздай суға салған қамырымызды мынандай тәліпке сүзіп аламыз. Көрдіңдер ме, достар? Осындай болып шығады. Үстіне май құйып қоямыз бұны. Достар, лағманымыз бәрі пісіп болды. Соған кейін кішкене сұйық май құйып, араластырып қоямыз. Көп құймайсыңдар, азынтай. Просто қайзап кетпеу үшін. Көрдіңдер ме, достар? Ұзын болып шығады. Одан кейін ортасынан қиып, пісіре берулеріне болады. Көрдіңдер ме, достар? Өте күшті. Үй жағдайларында өсет. Әрі кетсе бір 20 минут осы лағманды өсет дайындап, созып, илеу бәрі. Маған 20 минут жетті.